Тышқандар популяциясы үшін әлеуметтік эксперимент шеңберінде жұмақ жағдайларын жасады. Тамақ пен сусынның шексіз қоры, жыртқыштар мен аурулардың болмауы, көбеюге жеткілікті кеңістік. Алайда нәтижесінде тышқандардың бүкіл колониясы жойылды. Неліктен бұлай болды? Және де адамзат бұдан қандай сабақ алуы керек? Сол туралы талқылап көрейік. Американдық ғалым-этолог Джон Калхун 20 ғасырдың 60-70 жылдарында таңғажайып тәжірибелер сериясын өткізді. Калхун тышқандарды үнемі эксперименталды пәндер ретінде таңдады. Дегенмен зерттеудің түпкі мақсаты әрқашан адамзат қоғамының болашағын болжау болды. Тышқандар колонияларына жүргізілген көптеген тәжірибелер нәтижесінде Калхун халық саны мен шоғырлану жағдайында деструктивті және девиантты мінез-құлыққа көшуді білдіретін жаңа мінез-құлық терминін тұжырымдады. Джон Калхун өзінің зерттеулерімен 60-шы жылдар біраз даңққа ие болды. Өйткені соғыстан кейінгі нәресте дәуірін бастан кешірген батыс елдерінде халықтың көп болуы әлеуметтік институттарға және әсіресе әр адамға қалай әсер ететіндігі туралы ойлана бастады. Бүкіл ұрпақты болашақ туралы ойлауға мәжбүр еткен оның ең танымал эксперименті ол 1972 жылы ұлттық психикалық денсаулық институтымен өткізді. Ғалам 25 немесе орысша Вселенная 25 экспериментінің мақсаты популяция тығыздығының тышқанның мінез-құлық үлгілеріне әсерін талдау болды. Калхун зертханалық жағдайда тышқандар үшін шынайы жұмақты салған. Резервуарлар 2-2 метр және биіктігі 1,5 метр болатын, одан тышқандар шыға алмады. Резервуардың ішінде тышқандар үшін үнемі қолайлы температура +20 градус сақталды. Тамақ пен су мол болды. Бакта жыртқыштардың пайда болу немесе жаппай инфекциялардың болуы алынып тасталды. Тәжірибелік тышқандар ветеринарлардың үнемі бақылауында болды. Азық-түлік пен су қамтамасыз ету жүйесінің жақсы ойластырылған соншалық бір мезгілде 9500 тышқан ыңғайсыздықты сезінбей жей алады, ал 6144 тышқан суды еш қиындықсыз тұтынады. Баспана жетіспеушілігінің алғашқы проблемалары тышқан саны 3840-тан асқанда ғана туындау мүмкін. Алайда мұндай мөлшерде тышқандар ешқашан цистернада болмаған. Популяциялардың максималды саны 2200 тышқан деңгейінде белгіленді. Эксперимент бактың ішіне 4 жұп сау тышқандар салынған сәттен басталды. Оған үйренуге өте аз уақыт қажет болды. Олар тышқанның қандай ертегісінде екенін түсініп, үдемелі жылдамдықпен көбейе бастады. Калхун даму кезеңін А деп атады. Бірақ бірінші тышқандар дүниеге келген сәттен бастап, екінші кезең басталды. Тышқандар саны әр 55 күнде 2 есе көбейіп отырды. Эксперименттің 315 күннен бастап жануарлар өсу қарқыны едәуір бәсеңдеді. Сол кезден бұл сан 145 күнде 2 есеге өсті. Бұл үшінші фазаға кіруді белгіледі. Сол сәтте бакта 600-ге жуық тышқан өмір сүрді. Иерархия және белгілі бір әлеуметтік өмір қалыптасты. Бұрынғыға қарағанда физикалық түрде орын азая бастады. Тышқандар арасында жаңа категория пайда болды. Оларды зерттеушілер қуылған деп атады. Қуылған тобын тістеген құйрықтар мен жыртылған шаштармен және денеде қан іздерімен ажыратуға болады. Қуылғандар ең алдымен тышқан иерархиясында өздері үшін әлеуметтік роль таппаған жас тышқандардан тұрды. Сәйкес әлеуметтік рөлдердің жетіспеушілігі идеалды цистерна жағдайында тышқандар ұзақ уақыт өмір сүргендіктен, қартайған тышқандар жас тышқандарға орын бермегендіктен туындады. Сондықтан агрессия көбінесе бакта туылған жаңа буындарына бағытталған. Шығарудан кейін еркектер психологиялық тұрғыдан бұзылды. Аз агрессия көрсетті. Жүкті әйелдерін қорғағысы келмеді және әлеуметтік рөлдерін атқармады. Босануға дайындалып жатқан ұрғашылар барған сайын нервтене түсті. Өйткені ер тышқандар арасында пассивтіліктің жоғарылауы нәтижесінде олар кездейсоқ шабуылдардан аз қорғалған. Нәтижесінде ұрғашылар ұрпақты қорғай отырып, агрессия көрсете бастады, жиі күреседі. Алайда парадоксты түрде агрессия тек басқаларға ғана емес, және өз балаларына да агрессиясын көрсете бастады. Көбінесе аналар балаларын өлтіріп, жоғарғы ұяларға көшіп, қуылғандар санын көбейтті. Нәтижесінде туу коэффициенті айтарлықтай төмендеп, жас өспірімдердің өлу саны көбейді. Көп ұзамай тышқан жұмағын өмір сүруінің соңғы кезеңі басталды. Д фазасы, немесе өлім фазасы. Бұл кезең символы әдемі деп аталатын тышқандардың жаңа категориясын пайда болуы болды. Олардың құрамына түрге тән емес мінез-құлықты көрсететін, әйелдер мен территория үшін күресуден бас тартатын, жұптасуға құлшынысы жоқ және пассивті өмір салтына бейім еркектер кірді. Сұлу тек жейді, ішеді, ұйықтайды және терісін тазартады. Қақтығыстардан аулақ болады және кез келген әлеуметтік функцияларды орындайды. Олар бұл атауға ие болу себебі өйткені бактың басқа тұрғындарының көпшілігіне қарағанда олардың денелерінде
сұрапыл шайқастар, тыртықтар мен жыртылған шаштардың іздері болмаған. Олардың нарциссизм аңызға айналған. Сондай-ақ зерттеушіге сұлудың жұптасып көбеюге деген құлшынысының жоқтығы таң қалдырды. Босанудың соңғы толқыны арасында әдемі және жалғыз басты аналықтар көбеюден бас тартып, бактың жоғарғы ұяларына қашып кететіндер көпшілік болды. Эксперименттің соңғы кезеңінде тышқанның орташа жасы 776 күнді құрады. Бұл репродуктивті жастың жоғарғы шегінен 200 күнге жоғары. Жас жануарлардың өлім жітімі 100% құрады. Жойылу қаупі бар тышқандар гомосексуализм мен өмірлік ресурстардың асып кету жағдайында девиантты және түсініксіз агрессивті мінез-құлықпен айналысты. Каннибализм бір мезгілде көп мөлшерде тамақтанумен дамыды. Аналықтар балаларын өсіруден бас тартты және оларды өлтірді. Тышқандар тез қырылды. Эксперимент басталғаннан кейін 1780 күні тышқан жұмағының соңғы тұрғыны қайтыс болды. Осындай апатты күтіп тұрған Калхун өзінің әріптесі доктор Марденнің көмегімен өлімнің 3-ші кезеңіне бірқатар эксперименттер жүргізді. Тышқандардың бірнеше кішкентай топтары резервуардан шығарылып, бірдей идеалды жағдайларға ауыстырылды. Сонымен қатар ең аз популяция және шектеусіз бос кеңістік жағдайында өмір сүрді. Тығырыққа және тіршілік агрессияға жол берілмейді. Шын мәнінде әдемі және жалғыз басты аналықтар резервуардағы алғашқы 4 жұп тышқандар экспоненталдық түрде көбейіп, әлеуметтік құрылым құрған жағдайға қайта құрылды. Бірақ әдемі және жалғыз басты ұрғашылар өздерінің мінез-құлқын өзгертпеді. Жұптасудан, көбейтуден және көбеюмен байланысты әлеуметтік функцияларды орындаудан бас тартты. Нәтижесінде жаңа жүктілік болған жоқ. Тышқандар қартайған шағында өлді. Ұқсас нәтижелер барлық қоныс аударылған топтар бойынша ұқсас болды. Нәтижесінде барлық эксперименттік тышқандар өте жақсы жағдайда өлді. Джон Калхун эксперимент нәтижесінде 2 өлім теориясын жасады. Бірінші өлім – рухтың өлімі. Тышқан жұмақтың әлеуметтік иерархиясында жаңа туған нәрестелерге орын болмаған кезде шектеусіз ресурстармен идеалды жағдайда әлеуметтік рөлдерін жетіспеу, ересектер мен жас тышқандардың арасында қарсыласуы туып, ынталандырмаған агрессия деңгейі жоғарылған. Күн сынап өсіп келе жатқан халық, тышқандар санының көбеюі, физикалық байланыс деңгейінің жоғарылауы, мұның бәрі Калхун пікірінше қарапайым мінез-құлыққа ғана қабілетті индивидтердің пайда болуына әкелді. Идеалды әлемде қауіпсіздікте, азық-түлік пен судың көптігінде және жыртқыштардың жоқтығында көптеген тышқандар тек тамақтанды, ішті, ұйықтады және өздеріне қарады. Психологиялық сынған тышқандар жоғарыда айтылғандардың бәрінен бас тартты. Калхун бұл күрделі мінез-құлық үлгісінен бас тартуда алғашқы өлім немесе рухтың өлімі деп атайды. Бірінші өлімнен кейін физикалық өлім, сөзсіз және қысқа уақыттың еншісінде. Халықтың едәуір бөлігінің алғашқы өлімі нәтижесінде бүкіл колония жұмақ жағдайында құрып кетуге мәжбүр. Калхуннан әдемі тышқандар тобының пайда болу себептері туралы сұрады. Калхун адамның басты ерекшелігі оның табиғи тағдыры қысым, шиеленіс және күйзеліс жағдайында өмір сүру екенін түсіндіріп, адаммен тікелей ұқсастық жасады. Олар тек ең алғашқы функцияларға қабілетті, тамақ ішіп, ұйықтап жатты. Сымбатты адамдар стресстің барлық қиын және талапты нәрселерінен бас тартты және негізінен осындай күшті және күрделі мінез-құлыққа қабілетсіз болды. Калхун физиологиялық өмірді сақтау үшін күнделікті іс-әрекеттерді жасай алатын, бірақ онсыз да өлі рухпен көптеген заманауи адамдармен параллельдер жасайды. Бұл шығармашылық қабілеттің жоғалуы, жеңе білу және ең бастысы қысымға ұшырау болып табылады. Көптеген қиындықтарды қабылдаудан бас тарту, күйзелістен құтылу, толық күрес және өмірден құтылу. Бұл Джон Калхун терминологиясындағы бірінші өлім немесе рухтың өлімі. Содан кейін екінші өлім сөзсіз келеді. Әлем 25 деп атауының себебі неде? Бұл ғалымның тышқандар үшін жұмақ құруға бағытталған 25-ші әрекеті болды. Ал бұның алдында барлық тәжірибелік тышқандардың өлімімен аяқталды. Сіздермен бірге болған ойлар каналы. Каналға тіркеліңіздер және лайктарыңызды басыңыздар.